Ассалаумағалейкум баршаңызға, бұл мендей бол рубрикасы және оның жүргізушісімен Алмас Мұхажанов. Бүгін бізде қонақта керемет ұлдың Мадияр деген ұлдың анасы Оспанова Гүлдерайым. Саламатсыздар. Отыра берсеңіз ғой. Дұрыс айтпадым ғой неме? Жоқ, дұрыс. Торымызды ашып алсаңыз болады, қазір қолымызды тоқтап жүрсе. Мен сізге жүрмей тұрып түсіндіре кетейін. Қандай бір қиыншылық болса, кездессек алдыңызда көмек сұрауыңызға болады, бірақ кәрістен түспеуге тырысасыз ғой. Және өтіп бара жатқан бір пандустары болса, соларға шығып көруге тырысамыз. Оларға шығу мүмкін болмаса, арақтай жүре береміз. Сол задача ғана. Аратыда сөйлесіп, әңгімелесіп, жай өзіміз жүре береміз. Жүрсеңіз болады. Қалай бұрған? Ауыр, жеңіл, қиын. Нормально бұрғаны ғана қиын екен. Ауырлау. Жүре берсек болады. Кез келген қонақтардан сұраймыз. Өздерін өз жайлы таныстырып өтсе деді. Өзіңіз жайлы таныстырып өтсеңіз. Мен өзім Семей жақтан тұрғыны боламын. Семейде дүниеге келгем. Бірақ балалық шағым бәрі осы жақта өтті. Осы жақта оқу бітірдім. Осы жаққа тұрмысқа шықтым. Содан тұңғыш баламыз ерекше бала болды. Содан қазір данный момент покаша үйдемін. Үшінші балам әлі кішкентайда, мен декретте отырмын. В основном сол үлкен баланы ары бері спортына тасыйым, тренировкаларына. Активный бала дейсіз ғой жаңа? Плаванияға барады, бойчаға барады, мен реабилитацияға барады. Мен соны тасып жүрмін, пока екі балам садикта. Ерекше бала дедіңіз ғой, несімен ерекше? Ол спинально-мышечная атрофиямен ауырады. Вообще 9 жасқа дейін өзі жүрген, школға да өзі баратын. Генетикалық заболевание болғаннан кейін, сол 9 жастан кейін кішкене жүрісі бәрі қиналды, и как раз пандемия болды ғой, соны ол жүрмей қалған. Қазір уколы шықты да, сонымен жылынан укол аламыз, 4 айда бір рет. Қазір троспен немен жүреді. Бірақ ана чемпионатқа неге барған кезде обязательно коляскада отырып ойнау керек қой, сол үшін коляскада отырады. Сонда бірден білінген жоқ? Жоқ, развитиясы бәрі. Бір жағы жүрмей қалды. Анда торымызды тұрған жоқ екен ар жағы? Жоқ. Басында развитиясы вообще өзі ерте жүрді, 7 айынан. Ерте сөйледі. Бірақ не? Генетикалық заболевание болсын, 3-ші тип қой еще. Содан ол кеш білінеді екен. Басында аяғын ұшымен жүрді. Кешіріңіз, 9 жасынан белгілі болды. Иә, 9 жасынан бастап ухудшение басталды ғой, аблай спотыкание, аяғын ұшымен жүретін ғой. Сол 9 жаста вообще өзі пандемия болды, ешқандай лечение болған жоқ. Еще сол 9 жасында точно диагнозын қойды да. Содан жүрмей қалды ол. Сосын лечение баса кетті. Содан, иә, как раз ана 10 миллион тұратын укол келді де, соны бізге басында берген жоқ. Нұртас деген бала осы жақта ақша жинап еді ғой, миллиардтап білесіздермен. Залогенсіма жинаған. Екеуміздің диагнозы бірдей де. Сол бала жүрмейтін болғасын, оныкі вообще енді қолы ештеңкесі, ол даже еңбектеген де жоқ қой. Сол үшін сол балаға бірінші колды берді. Одан кейін бізге екінші очередке тұр. Қазір Құдайға шүкір, тұрады, жүреді. Жақсы, еще неден де, спорттан да жақсы результат көрсетіп жатыр. Плаваниядан постоянно бірінші орын алады, бойчадан тоже. Үйден оқисыздар? Үйден оқимыз, иә, школға алмайды, өйткені школдағылар. Енді ол уже подростық қой. Характері да білесіздер қазір ұлдардың қандай екен. Төбелесіп қалса деп. Ұлдардың, жалпы балалардың мінезі қазір кішкене қиындау ғой. Мына жерге шығып, қайтадан түсіп көрсеңіз, жай ғана тексеріп. Негізі ыңғайлы жасалған. Поручен бар, барлығы бар. Астындағысы поручен. Опа. Жоқ, өзім түсе салам. Сен де алсыз ба? Иә. Мен де алсыз ба дейсің? Жоқ. Иә, әдемі ыңғайлы жасалған. Бірақ енді мына жаққа кіріп қажет жоқ, себебі бұл жақтан кіру өте қиын. Бұрғаны ғана қиын екен.
Алдыңғы жаққа көтеріледі, сосын дөңгелек айналып кетіп жатыр ғой деймін, иә? Мынау көтеріліп қалады да, почему-то мне көрдіңіз бе, вообще жерге тимей қала ма, бұрылмай қалады. Алдыға бүйтпеңіз. Бүйтсеңіз нет кетеді, көтеріліп кетеді. Керісінше артқа қаратай шалқайып барып бүйтіңіз. Бастапқы балаңыздың симптомдары белгілі бола бастаған кезде қандай көңіл күйде, қалай қабылдадыңыздар? Бізге басында, в общем, 4 жасынан бастап біз больницаға бардық қой. Апасы айтты да, вообще 1 жасында апасы айтқан, что-то анау дұрыс емес деп. Мен қойш, мама нормально, ешқай жер ауырмайды деп. Одан кейін 4-ке толған кезде уже садикта ол постоянно құлай беретін болды. Содан кейін біз Алматыға бардық. Ең бірінші біз Ақсай больницасына барғанбыз. Сол кезде бізге вообще жаман диагноз қойды да, балаңыз 7 жасқа дейін ғана өмір сүреді. Одан кейін вообще өмір сүрмейді. И мышцалардың бәрі, жұлын бәрі босайып, в общем, толып, ешқандай жұмыс жасамайды деп, кактус болып қалады деп. Біз оған сенген жоқпыз. Біз, короче, бүкіл жаққа байлаңыз. Анализ тапсырдық, үйіміз саттық, машинамыз саттық. Не бар, соның бәрін сатып, қандай жұмыс жасауға болады. Любой жұмысты жасап, ақша жасап, бәр жерге тапсырдық анализін. Потом со 2019-да ғана точный диагноз қойды ғой. Со Россияға тапсырғанбыз. Полный скрининг жасады. Сол кезде табылды ғой диагнозы. Негізі кеш табылғанда жаман ғой, е? Я кеш табылғанда жаман. Бірақ әйтір сол кезде ғана лечениясы Қазақстанда болып, Қазақстанға сол укол жетті де біз әйтір добиваться еттік қой. Енді бұрын нелерін постепенно восстанавливаться етіп жатыр. Но енді улучшение бермейді, просто бір тип неде ұстап тұрады. Улучшение болмайды. А ол уколды жылына 1 рет алу керек, ондай? 4 айда 1 рет аламыз. Осы областной больницада аламыз. Зульфия Кадыровна салады. А жаңағы 10 миллиондық укол? Сол 10 миллиондық уколды алып жатырмыз ғой. Тегін? Тегін, иә, үкіметтен. Осы біздің Талдыкорғанда азақ бала сол бізге берді. Какаша Талдыкорған қаласында бізге аламыз. Ана Нұртасқа басында берген, одан олар баласы кішкентай, ол залогансым аламыз дейді, 1 миллиардтық укол. Олар неге барып келді? Дубайға ма, бір жаққа барып, сол уколды салғызып. Енді бірақ бәрібір ол укол 5 жылға действовать етеді, енді қайтадан олар спинразаға добиваться ете алмайды. Сол уколды алу керек екен. Басқа лечение жоқ дейді ғой, сол укол ғана. Осы авайлыңыз артқа шалқаймай. Әйттен авайлап түсуге тырысасыз ғой. Мендей болға бар. Алда шалқай баңыз, кішкене. Алда шалқайыңыз. Көмек керек болса сұраңыз. Түсе берейін бе? Түсе беріңіз. Авайлаңыз бар. Сұрақтар дайындап атқан кезде редакторым айтты да, менде осындай кісілердің таныстарым болған. Олардан мынандай случай болды дейді. Балалары осындай неге ауруға болмаса бірдеңеге осындай ауыр нәрсеге шағылдыққанда жан-жағындағы туысқандары отвернулись дейді да, теріс қарап кетті дейді да. Сіздерде қалай болды деп сұрайын деген болсын? Жоқ, бізде қайын жұртта өзімдікі де жоқ, Мадиарға. Андай біз ерекше бала деп бөлмейміз, как обычный бала сияқты. Оны вообще спортсмен ретінде көреді, былай мотивация бәрін береді дейді, жақсы ол. Андай, например, тойларға кейбіреу айтады ғой, көбінесе біз шақырмайды, инвалид баласы бар, коляскада отырады деп. Бізде ондай вообще ұялу, ондай болған жоқ, вообще бөлу деген болған жоқ. Всегда наоборот, Мадиарды алып кел, Мадияр шықсын, біз қараймыз. Мен өзім просто қорқаймын да, көбінесе бұрында вообще жібермейтін ешқайда қонуға. Неге? Білмеймін, қорқатын, құлақалама, нетеме деп, как-то. Аналық уайым дейінші? Иә. Өзіммен басқа, өзім мамамнан басқа ешкімге доверять етпейтін бұлай. Өзі 2 рет таста кеттім, 2 рет роддомға барған кезде мамам қарады, и папасы болды жанында. А бұлай вообще ешқайда жібермейтін ғой, былтырдан бастап қайын жұртыма қонаққа барып, қонып келеді, мен жаққа барып.
чтобы постоянно витаминдарын уақытымен ішіп тұрсын деп, қазір енді өсті ғой уже 13-ке толады. Өзі де самостоятельно дәрісін бәрін уақытында ішеді. Сонымен қазір жібердім, мен бәрібір біз вечно емеспіз ғой, өзі көру керек деп. Самостоятельно. Самостоятельно болу керек. Самостоятельно үйренсін, өмір сүрсін. Қазір иногда бочаға да өзі барады. Яны тренеріне тапсырып жіберемін. Тренер біздің жақта тұрады да, иногда өзі мен жұмыстарым болып қалған кезде әкеліп тастайды. Бізде мәселен осындай пандус, порог деген сияқты жерлер қиыншылықтар болады. Сіздерде қандай қиыншылықтар болып тұрады? Артын стас жібер ойыншы. Артын стас жіберінші. Түс кеткен кеше. Ұстап тұрсыңыз, ә? Болды. Сіз бесстрашный екенсіз. Сіздерде қандай қиыншылықтар болып тұрады? Мәселен бізде пандус бар. Білмеймін, пандусқа қарамай баланы жүре береміз. Даже екі қабат кезде тренерім айтып, қалайсыз, қорықпайсыз деп, мен осы қызыма екі қабат болған кезде Астанаға шыққанбыз. Ана колясканы мен өзім көтердім ғой, спокойно. Оны көп жинай алмын. Мына жерден түсесіз болмай ма? Болады жүр, көрдіңіз. Алдағы құлақ етпеңіз. Мен ұлымды отырғызға өстіп сүремін ғой. Маған көмек керек. Помощь нужен. Келатыр ма адамдар? Көмектесші, помогите, может помочь. Вот здесь за плечо просто держит, у меня пояс не держит. Все, спасибо. Бұрғаны ғана жам. Ешін аны қалай бұрады? Бер қаратай бұрғаңыз, бер қаратай. Оң жақ қолыңызға күш салыңыз. Оң жақ қолыңыз салыңыз, күшті. Шығыңыз артқа, шығыңыз. Енді бұрып алсаңыз болады. Мына сол қолыңыз артқа, оң қолыңыз алдыға. Сол қолыңыз артқа. Сол қолыңыз артқа. Бұлай екен. Тағы сөйтіп бұрғаңызда бер қаратай шығып кетіңіз. Алдыңғы қонағымыз бар, Пархат мырза және Гүлбағиза деген кісілердің, Дильфируза деген қыздар бар. Оларды баланың диагнозын білгенде, диагноз приговор емес дегенде, сіздерде сондай лозунг болмаса бірдеңке болды ма? Бізге де приговор емес, біз бәр жерге айтып тұрмын, бәр жерге қатыстырамын, бәр жерге барады. Никогда оны өзі де общительный бала, никогда оны бөлмейді. Біз қандай лагерь бар, бәріне бара береміз. Ортаға салаңыз, бер қаратай, сол кезде жеңіл болады жүргізуге. Бұлай не жаққа? Біз вообще екінші бала мен үшінші бала жоқ кезде основном Ақтау, Ақтөбе, сол жақта бауырларым тұрады, сол жаққа қыдыратынбыз. И ол кезде ол коляскада отырған жоқ, өзі жүретін. Қадынотсыз, ештеңкесіз. И вообще балалар бөлмейтін, аяғын ұшымен жүретін, бірақ құлақалады иногда. Племянниктардың бәрі көмектеседі, но бұлай бөлмейді ешқайда барса да. И классындағылармен де садикта бәрінде бірге болған ғой, орыс классында оқиды. И вообще никогда бұлай бөліп, нетпепті. Көп ата-ана жалобы жасайды ғой. Мен баламды бөледі, анамна деп. Білмеймін, баланың өзіне де байланысты шығар. Тіл табысу басқа балалармен дейсіз ғой. Өзі қайда барса да әйтеуір доста болады всегда. И постоянно телефонмен сөйлеседі, тауып алған достарымен просто бір күндік емес, өмірлік досы болып қалады ғой, қайда барса танысады. Біз, например, біреумен танысамыз да болды деп қалады ғой, а ол жоқ, до последнего сонымен телефонмен сөйлесіп, қалын сұрап. Негізі ер жеткен сайын дос табу қиын ғой, ал кішкентай кезде тауып алған дұрыс. Білмеймін, кішкентай кезінде де сондай болған, қазір енді бұрында өзі жүрді ғой аяғымен, а қазір енді тростпен жүреді, иногда коляскамен жүреді, но бірақ нетпейді, одан ұялмайды. Ұялмайды, қысылмайды. Иә. Өзін ерекше баламын деп айтпайды. Қайда барасың, не десе, кинотеатр не болсын. Біздің енді, мен көп отбасынан шыққамын көп балалы. Сол ағаларым бәрі келеді ғой, каникулда. Сол кезде, например, балалары енді бәрін сол. Мен балам ғана кішкене аяғын несі бар да. А так нетпейді, оны тастамайды. Плавание болсын, қайда барсын. Зона отдыха бір жерге барса, мадияр жүр барайық дейді. Мен оның кішкене қорқамын, ұяламын да, соң вдруг
құлап қалады или туалетке барған бәрі проблема ғой кішкене. Соны демейтін жоқ, мама мен өзім самостоятельно бара беремін деп. Былтырлары жібермейтін. Қазір уже өскеннен кейін мен бәрібір барамын. Жасы қазір қаншада? Жасы қазір 13-ке толады, осы декабрьде. Қазір уже все, мен самостоятельно, мен уже өзім баруым керек, решениені өзім принимать етуім керек. Мен айтамын, жарайды, бар деп. Сіз мен өміріме араласпаңыз деп ма? Араласпаңыз дегенде, мен бұрынғыдай емеспін ғой, өзім контроль жасай аламын ғой деп. Сен мен жарайды. Жалпы өзіңіз немен айналысасыз, үйде отырып? Өзім ветлабораторияда санитарка болып жұмыс істеймін, осы балам ауырып қалғаннан бері. Кешіріңіз, қайтадан естімей қалдым. Ветлабораторияда санитарка болып жұмыс істеймін. Басында бухгалтериясында жұмыс істегем, одан сокращениеға түстімде как раз неге ауыстым, несіне, пищевойға санитарка болып. Сол санитарға қалай ауыстым, 1-2 жылдан кейін баланың диагнозы белгілі болды да, сонымен постоянно сұранып, нетесін, басшылар да былай без содержания емес, былай жіберіп, көмектесіп. Эверестті қараңыз. Маған шыға алмаймын. Науқаныңыз жоқ, оған ешкім шыға алмайды. Жаяу адамның өзі шыға алмайды жерге? Иә, вообще дұрыс жасалып таппасында. Күйеуіңіз? Жолдасым 2 жыл болды бөлек тұрамыз, ол Алматыда тұрады, мен салып көргенде. Бірақ балалармен запрет жоқ, постоянно кездесіп тұрады, сөйлесіп тұрады, Алматыға, неге Астанаға чемпионатқа барғанда күтіп алады, больницаға барсақ Алматыға, или Талдыкүргінға өзі келсе алып кетіп, балаларды қыдыртып. Жақсы екен. Бөліп жару деген жоқ дейсіз ғой? Иә. Қалай папасы болып нетті, солай қалды папасы ретінде. 24 сағат онлайн телефонмен де балалардың жағдайын сұрап, спокойной ночи бәрін айтып тұрады. Звондап тұрады. Мадияр реабилитационный центрларға барып тұр ма қазір? Иә, таңертең сабағын оқиды, күндіз реабилитациясына барады, арасында сағат 11-лерде плаваниясы бар, кешкісін бочасы бар. Графигі загруженный екен ғой, иә? Иногда онлайн сабақтары бар, сонымен бос уақыты жоқ. Өткетсеңіз болды. Опа, байлаңыз. Арқа жұмыс. Күш салу керек. Негізі мадиардық сияқты диагноз болсын, басқа да диагнозбен болсын. Кейбір ата-аналар өз балаларын детдомға тастап кетіп жатады, болмаса тастап решение таппай жатады. Сондайларға бір ақылыңызды айтсаңыз, болмаса қандай ұстану керек деген секілді ғой. Вообще баланы, білмеймін, баланың любой ауру не болса да, оның өзінің бір увлечениясы болады, сонымен нетсе, мне кажется, любой аурудың несі болады, лечениясы болады. Бізге де, например, айтты ғой, ой, балаңыз вообще жүрмей қалады, мышцының бәрі не деп. Қазірде, например, соның диагнозы сияқты балаларды көрсе, біздікінің бұлшық етінің бәрі как будто бар сияқты. Телосложениясы, кәдімгі здоровый адамдық сияқты спортивный фигурасы. Біз ана леченияға постоянно барамыз ғой, сол кезде айтады, қалай сіздің қолым бочаға барғанда, например, қолы да уже накачанный да, нормальный. А бізде бұлшық еттің бәрі слабеть ету керек қой. Соны ойлаймын, наоборот, баланы спортқа неге беру керек. Атрофия болғаннан кейін ғой? Мышечная атрофия деген ол бұлшық етті. Жаңағыдай слабость. Короче, не болады ғой. Өскен сайын белок жетіспейді ғой. Сосын мышцы дамымау керек те. Ана несін бәрі, сүйектерін бәрі қисая беру керек қой. Өте берейік пе? Өте берейік. Тұра берейік. Коляска өткен, қиын екен ғой, иә өз? Атпен шығып кетсеңіз болады, анда жер тәуел қалатса. Артпен жүре алмайтын сақын алдымен өз. Бізде задний жоқ дейінші. Заднийді басқа қонақтардан іздерсің дейінші. Білмеймін, Мадиярдты артымен сүйреп көрмеппін, постоянно алдымен ғана жүреміз. Кейбірі артпен жүргізеді ғой, білмеймін. Яшкен.
Енді қай жаққа барайын? Тағы бір айтайын, көмек сұрауға болады. Шығып ары қарай түссек жеткілікті болады. Артынан ставить жіберші. Жаққа түсің өтпе. Надо спуститься? Да. Сзади постраховать просто. Не болып жібересің. Рахмет. Спасибо. Да. Не даже. Мына жаққа шыға алмаймыз енді. Біріншіден қонақ болып келгеніңізге рахмет, Алла разы болсын сізге. Мадиярға Алла шипасын берсін. Ал сіз енді өзіңіз бір впечатление дейді ғой, өзіңіздің әсеріңізбен бөліссеңіз. Коляскамен қарағанда спокойно адамдар жүріп бара жатса, оңай сияқты көрінеді отырған. Особенно нені разворот жасаған қиын екен. Колясканың қайсыз болды? Қолдарыңыз қалай? Қолым вообще ужасно. Камераға түсіріп алсақ болады негізі, көрсеңіз де болады. Дей алатын ештеңесі жоқ. Кәдімгі қара күш керек екен ғой. Қолыңыз салмады ма, бәрі дұрыс қой? Жоқ, салған жоқ, нормально. Сол осымен тамамдаймыз рубрикамызды. Арнаға тіркеліңіздер, пікір қалдырыңыздар, лайк басыңыздар, таратыңыздар. Сол Давай. Ни хера не видно, да, Артем? Я не вижу, как я вас снимаю. Поэтому, говорю, надо включить. Өміріңізді өзгерткіңіз келе ме? Онда дәл қазір бізбен бірге болыңыз. De facto FM